Бұл қазақша кино шоу арнасы. Арнаға қош келдіңіз, пікір білдіріңіз және әсерлі болыңыз. Бүгінгі таныстырғым келіп тұрған фильмнің атауы «Остров проклятий» деп аталады. Режиссер Мартин Скорсезенің 2010 жылы шыққан психологиялық триллері. Фильм Денис Линхейннің аттас романына негізделген. Басты рөлде Леонардо Ди Каприо ойнайды. Бұл туынды психология, иллюзия және шындықты қабылдау туралы ой салады. Сюжеті 1954 жылы ақш маршалы Тедди Дэниелс пен серіктесі Чак Оушен бірге «Остров проклятий» деп аталатын шөлді аралға келеді. Мұнда ауыр психикалық аурулары бар қылмыскерлерге арналған арнайы емдеу мекемесі орналасқан. 2000 жыл Рейчел Саландо есімді науқастың жоғалуын тергеу үшін келеді. Дәрігерлер Рейчелдің ешқандай ізі қалдырмай жоғалғанын айтады, ал оның камерасы ішінен жабық болған. Тергеу барысында Тедди аралда біртүрлі құпиялар бар екенін түсінді. Дәрігерлер және клиника директоры доктор Коли бір нәрсені жасырып жатқандай көрінеді. Сонымен қатар Теддидің жеке басының трагедиялары мен естеліктері оны мазалап оқиғаларды тереңдете түседі. Фильм барысында Тедди шындық пен елестің арасын ажырата алмай ақиқатқа жақындай түседі. Финалында оқиға күтпеген бұрылыс жасап, көрерменге шындық пен иллюзия туралы сұрақ қояды. Фильм бірнеше терең тақырыпты қозғайды. Психологиялық жарақат, иллюзия мен шындық, трагедия мен өзін-өзі кінәлау. Финалы басты интрига, шынайы шындық ашылғанда көрермен өзі неге сенетінін шешуі керек. Оқиғаның соңғы минуттары көпшілікті таңғалдырады және философиялық сұрақтар туғызады. Қауіпті елес ішінде өмір сүрген дұрыс па, әлде ауыр шындықты қабылдаған жөн бе? Қайғыны жеңу үшін шындықтан қашып, иллюзияға жүгінуге бола ма? Егер сізді психологиялық драмалар мен күтпеген сюжеттер қызықтырса, бұл туынды сіз үшін.